Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомды декретте үйде отырған аналарға арнамақпын. Ал ендеше кеттік. Негізі қоғам декретте отырған аналарды барлығы демеймін, бірақ кейбірі құнсыздандырып жібереді. Алысқа кетпей өзіміздің таныс жақындарымызды мысал ретінде алып қарасақ, кейде айтып жатады ғой жақындарымыз: "Мә, жұмысқа шықпадың ба, әлі үйде отырсың ба, тағы босанғалы тұрсың ба?" деген секілді бір қисынсыз сөздерін айтып жатады. Енді әрине бұның ішінде жанашырлықпен айтатыны бар, кейбірі сарказммен айтатындары да бар. Бұның енді ара жігін қалай ажыратамыз десеңіз, сізге жанашырлықпен айтып отырған адам, ол сізге ұсыныспен бірге келеді. Айталық, мысалға: "Альфинур, сен әлі үйде отырсың ба, жұмысқа шыққан жоқсың ба? Не, мә, осындай жерлерде осындай вакансиялар шығыпты, сен мамандығыңа байланысты қарап көрсеңші" деген секілді ұсыныспен келсе, онда ол кісі жанашырлықпен айтып отыр деген сөз. Ал егер де кейбір адамдар болады: "Мә, әлі үйде отырсың ба не?" деп ешқандай бір ұсыныссыз, жай ғана сізге мен кеңес айтып отырмын ғой, жақсы болсын деп айтып отырмын ғой деп айтады ғой, бірақ ешқандай ұсынысы жоқ. Онда ол кісі жай ғана сынап айтып отыр деген сөз. Менің ойымша, енді мен өзім солай ойлаймын, бірақ былай ойланып қарасаңыз, шынтуайтына келгенде солай секілді. Мен кішкене мына қағазға жазып алдым, жалпы ойым жүйелі болсын деп. Кішкене қарап отырсам айып етпессіз. Кейде былай да айтатындар болады: "Сен үйде бос отырсың ғой, маған ертең жұмыс ет, келіп көмектесіп кетесің бе?" деген секілді. Бұл жерде бос отырсың деген сөз, ол бізді құнсыздандырып жібереді. Бос отырудың ішіне не кіреді? Ал көрейік, бос отырмыз ба? Күнделікті қайталана беретін үй тірлігі, үй жинау, кір жуу деген секілді, тамақ дайындау, бала тәрбиесі, қоғамға саналы, пайдалы ұрпақ шығару. Осы істер сонда бос деген сөзге жата ма? Өзіміз ойланып көрейікші. Бұл бос емес, бұл тірлік қой. Бұған біз энергиямызды кетіреміз, уақытымызды жұмсаймыз. Ал уақыт, энергия кеткен жер, ол бос деген сөз емес. Ол жұмыс кәдімгідей. Бұның өзі жұмыс. Бұл бос отыру емес. Енді бұны бос деген сөзге неге балап отыр? Себебі ақша әкелмегендіктен. Бұл істерімізді не үшін құнсыздандырды? Оның себебі осы. Ол ақша әкелмейді екен деп, біздің энергиямыз құртылатын жұмыстарды бос, жайдан жай отыр деген секілді теңеулерге балау, ол қате. Кейде бұған өзімізде сеніп қаламыз: "Мен бос отырмын ғой, шынымен" деген секілді. Жоқ, сіз бос отырған жоқсыз. Сенбеңіз, миыңызды оған сендірмеңіз. Осы жасалынып жатырған дүниелер, ол ақшадан да бетер құнды. Неге десеңіз, үйдің тазалығы, киіну, ол сүннет қой. Пайдалы, дәмді ас, ол адамға күш береді, қуат береді, энергия береді. Ал бала, мейірім шапағатпен тәрбиеленген бала ертең қоғаммен араласады, қоғамға, ұлтқа өз пайдасын тигізеді. Ол да ертең отбасын құрады, ол да ертең ұрпақ тәрбиелейді деген секілді ғой. Сондықтан да біз үйдің берекесін кіргізіп отырмыз. Сонымен қоса білдей бір ұлтты тәрбиелеп отырмыз. Сол үшін де бұл ісімізді құнсыздандырмауымыз қажет. Мүмкін сіз тәрбиелеп отырған бала болашақ қари ұстаз шығар. Мүмкін белгілі бір мекеменің басшысы шығар. Мүмкін ел басқарушы басшы болатын шығар. Белгілі бір білікті маман иесі болатын шығар. Ол болатын шығар емес, ол солай болады иншалла. Сол үшін де өзімізді құнсыздандырып, басқалардан кем қалып жатырмын деп салыңыз суға кетпесін. Қандай да бір жетістікке жеткен адамдарды қарасаңыз, өмірін зерттеп көріңізші. Өмірін зерттеп көрсеңіз, көбіне жетістікке жетуіне себепкер болған жан аналары. Сол үшін де ғой айтады ғой: "Ер адам түздің адамы, әйел адам үйдің адамы" деп. Біз солай жаратылғанбыз ғой, былайша айтқанда. Кейбір жандар өздері жұмысқа шыққым келеді деген секілді, белгілі бір мамандық иесін игердім, соны енді барып қоғамға осы жағынан, өзімнің салам жағынан пайдамды тигізгім келеді деген ханымдар да бар. Әрине болады, бірақ балансты ұстай білуіміз керек. Кейбіреулер болады:
түзге шыққан кезде қоғамға қазақша сөйлеу керек, қазақша деп қазақ тілін насихаттайды, бірақ үйінде балалары орыс тілде сөйлеп жатады деген сияқты, тілі шұбарланып жатады. Өз отбасын да, қоғамды да қатар баланс ұстап жүрген ханымдар өте көп. Тазалықпен, дәмді аспен үйдің берекесін кіргізесіз. Сонымен қатар бала тәрбиесін, балаңызды дамыта отырып, бала тәрбиесімен айналыса отырып, өзіңізде дами түсесіз. Расымен де мен кейде ойлаймын, осы декреттік уақыт, декрет кезі ол анаға, жалпы әйел адамға дамитын кез шыны керек. Оның өзінің бір ішкі бір потенциалын ашатын кез деп айтар едім. Көп әйел адамдардың осы декретте отырып қабілеттері ашылады. Үйдің де берекесін кіргізе аласыз, болашақ қоғамға пайдасы тиер ұрпақты тәрбиелей аласыз, өзіңізбен де жұмыстан аласыз. Бұл ең керемет кезең шыны керек. Өте берекелі кезең былайша айтқанда. Мен бір мезетте өзіме мынадай сұрақ қойдым. Қызым болашақта мен секілді болғанын қалаймын ба деген сияқты сұрақ қойдым. Білмеймін неге. Кішкене жауабын берерде сәл кідіріңкіреп бір ойланып қалдым. Менің сол сұраққа жауап беруім менің дамуыма, одан сайын кітаптар оқып, оны зерттеп, зерделеуіме, жалпы тұлғалық дамуыма, ми туралы ойлана бастауыма, жалпы өзіммен жұмыстануыма алып келді сол сұрақтың жауабы. Шыны керек. Біз әдетте балам андай болсын, балам мынадай болсын, осындай жетістікке жетсін дейміз, бірақ айналып келгенде бала ол ең бірінші үйде отырған ата-анадан, әсіресе анадан үлгі алады. Себебі біз 24/7 баланың қасында анасы. Мысалы біз өзіміз телефоннан әр нәрсені қарап отырып, әркімнің өмірін зерттеп, уақытымызды текке өткізіп қарап отырсақ, ертең баламыз мысалы телефон қарап отырса, біз баламызға әкел бер, не қарап отырсың, бар сабағыңды оқы десе, балаңыз сізге мынадай сұрақ қоюы мүмкін: сіз де қарап отырсыз ғой деген секілді ше. Ал сіз сол кезде белгілі бір жұмыспен қарап отырсыз ба, жоқ әлде тек уақыт өткізіп отырсыз ба? Сол кезде жауап бергенде кішкене қиындау болады. Сондай бір мәселелерді ойлап кеттім да өзім. Сосын жаймен деп осы тұлғалық дамуға, өзімді дамытуға, өзіме былайша айтқанда назарды бұрдым ғой. Үйдің берекесін кіргізіп, бала тәрбиесімен айналысқан кезде, мына өзіңізбен жұмыстану деген ой, бала тәрбиесімен айналысып жатқан кезде келеді ол өздігінен. Осымен бүгінгі айтарым тамам. Дәл қазір сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, ол бекерден бекер емес. Менің өзім әр видео болсын, әр бір сөз, естіген сөзім болсын, кездескен адамым болсын, Аллах тағаладан белгі деп білем. Егер сіз бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз, онда көруіңіз керек деген сөз. Сіздің де тыңдағаныңызды қалап отыр ендеше. Мүмкін бұл да бір белгі шығар. Каналды ашқанымның өзі кішкене болса да біреуге пайдалы болайыншы, адамға пайдалы болайыншы деген секілді мақсатта ашқан болатынмын. Мүмкін дәл қазір біреудің ойының өзгеруіне мен себепкер болып отырған шығармын. Егер солай болса, нұр үстіне нұр. Каналға тіркеліп, видеолар ұнаса лайк басып, өзіңіздің ойыңызды ашық білдіріп, келесі видеомды күтіңіз.